Ой, жаным ботам, айбонтайым. Дермен туралы сен қайдан білесің? Бала басада дермен бар, апай айтқан. Ой, бәрекелді. Бұл дермен деген біздің ата-бабамыздан ескіден келе жатқан тұрмыстық өте қажетті құрал ғой. Мен айналдырайыншы. Қазір сен сөкпін саламыз, сол кезде айналдырасың. Неден жасалады? Сөк тарыдан да жасалады. Әуелі тарыдан жасайды сөкті. Келін қарағым. Мынау ағаш сап. Ағашын сап отыр екенсің ғой сен дерменнің. Бұл тұтқасы дерменнің. Мынау кіндігі дерменнің. Осы жерге сөк саламыз. Қазір сөкті анашың дайындап жатқан. Соны беріп жересің ба келін-ай? Япа, дайын. Келе ғой, Айбибі. Сөк әп келе ғой анаңнан. Талқан тартайық. Екі қолыңмен ұста, абайлы асты төгіп алған обал болады. Ой, бәрекелді, рахмет құлыным. Мен қолғанатым болып көмекшілікке жарап қалғаның ғой. Айбибі, келе ғой. Сөкті салып отыр, мен айналдырайын. Бәрекелді, рахмет. Сөктің неден жасалатынын білесің ба? Жоқ. Сөк тарыдан жасалады. Бұны егіншілер баптап егіп, бізге дайындап береді, шөп шаламынан тазалап. Бұны қайнатамыз, сосын қуырамыз, сосын келсапқа салып түйіп, желге суырып, сол кезде сөк пайда болады. Сөк неден жасалады? Тарыдан жасалады сөк. Айтып отырмын ғой мен саған, түсіндің ба? Бұның пайдасы өте зор, дәруменге бай. Бәрекелді, рахмет. Енді анашыңа апарып бере ғой. Мен талқанды жинап берейін, түскі асқа. Дайындасын. Келе ғой, Айбибі. Енді бұл әжең жасаған талқаннан қазір жент жасаймыз. Жент неден жасайды? Жентті қызым жасау үшін талқан, сары май және осындай шекер қосып, екеуін әбден араластырып, мінекей осылай алақанымызға салып, қысып, міне қараш, осылай домалақтаймыз. Мен де көмектесейінші. Жарайды, қызым. Мінекей кәдімі. Мен саған осылай дайындап берейін. Сен домалақтап. Жарайсың, Айбибі. Мінекей, Айбибі, біздің жентіміз де дайын болып қалды. Әжеңді шайға шақыра қойшы. Жентпен бірге шай ішеміз. Әжеңді шайға шақыра қой. Әже, шай ішеміз. Бәрекелді, шай ішетін уақыт болып қалды ма? Шайға барайық онда.